Менің есімім Әділет болады, кейбіреулер үшін Әділет ағай. Және осы БМД курсында мен тарих пәнінің эксперті болып табыламын, және тарих пәнінің мұғалімі болып табыламын. Менің есімім Ақзере, мен БМД ұбт-ға дайындау курсының Қазақстан тарих және математикадан куратор боламын. Менің есімім Мирей, осы БМД ұбт-ға дайындау орталығында маркетинг бөлімінде жұмыс жасаймын. Менің есімім Жатайын Рай. Астана қаласында Евразия ұлттық университетінде оқимын. БМД-да тарих, физика, математика пәндерінен куратормын. Барлықтарыңа сәлем достар, біздің кезекті шығарылымға қош келдіңдер. Біздің бүгінгі видео формат ерекше болғалы. Біз бүгін өзіміздің ұбт оқиғаларымызбен бөлісетін боламыз. Жалпы ұбт-ға дайындығымыз қалай болды, ұбт-дағы өткен жолдарымыз қандай, және өзіміздің кеңестерімізді айтатын боламыз. Сондықтан да сіздер үшін өте пайдалы болады деп ойлаймын. Бізде басқалар секілді ұбт тапсырған болатынбыз, бізде ол жолдан өттік. Және бұл жолда мен қалай өттім, осы сұраққа тоқталып кететін болсақ. Бізде 2000 жылды айтпай қояйын, біреулер үшін күле болып қалсын. Жалпы біз қалай дайындалдық? Менің өзім бір топ балалар болған еді, компашка болып табыламыз. Компашкамен біз бірінші кезекте кітапханашы апаймен келісіп алған едік оқушылар. Сөйтіп кітапханашы апаймен келісіп алған болатынбыз, және кітапхананың біз ерекшелігі бір неде болды. Бізде кәдімгідей кітапханада қалаған жерге жата бересің болған. Бізде сондай рұқсат берілген болатын. Сөйтіп біз кітапханашымен келісіп алып, жерге жатып, аунап тұрып, біз әрдайым азаннан кешке дейін отырып дайындаған болатынбыз. Бізде мысалға лицейде оқығаннан кейін бізде таң сағат 8-ден басталады. 8:15-тен бізде басталып, кешкі сағат 7-ге дейін болған сабақтар. Сөйтіп бізде сабақтардың көбісін босатылып, рұқсат сұрап кетіп, кітапханаға барып, сол жерде жатып тұрып, аунап тұрып дайындалған болатынбыз. Міне осындай бір қызық дайындық процесінде жүрген болатын. Өте қиын болды. Мысалға мен өзім тарихшы болған өзінде де тарих жаттау кішкене қиындыққа соққан болатын. Мысалға өзім қалай жаттадым десем, мысалға оқиғаларды ассоциациямен жаттаған болатынмын. Сол кезде көп уақыт менде жаттауға емес, көбінесе ассоциация құруға кеткен болатын. Тек қана мен өзім ғана емес, басқа қасымдағы класстастарым, яғни сыныптастарыммен бірге құрған болатынбыз дегендей. Солай бізде құрған арқасында ұбт-ға жақсы кіріп, жақсы жинап шыққан болатынбыз. Мен ұбт-ға дайындалып жүрген кезде көп фокусымды өзімнің таңдау пәндеріме және де Қазақстан тарихына бөлген болатынмын. Және де маған математикадан өте жақсы білім қалыптастырып берген БМД-ға көп алғысымды айтамын. Осы БМД-ның арқасында мен көптеген білімімді арттырып, жоғары балға жете алдым деп ойлаймын. Ең бірінші қаңтар ұбт-дан мен 89 балл алып қалған болатын. Одан кейін кішкене өзім депрессияға түсіп, кішкене сабақ оқымай кеттім. Содан кейін уже 1-2 аптадан соң қайтадан өзіме күш жинап, Наурыз ұбт-ға дайындалған болатынмын. Наурыз ұбт-дан тағы өзімнің ойлаған балымды жинай алмадым. Ол кезде 96 балл жинап қалдым. Одан кейін тағы да дайындалуға уақытым жетпей қалды. Өйткені бізде мектепте қоштасу кеші болды, неткаға түсеміз, вальске дайындаламыз деп, солай уақытымды құртып алып, солай мен нағыз ұбт-дан енді 100-ден асырамын деп ойлағанмын, бірақ кішкене балл жетпей қалғандықтан 95 балл жинадым. Бірақ қазір грантта оқып жатырмын. Негізі менің ұбт-ға дайындығым 11-ші сыныпта басталды. 11-ші сыныптың қыркүйек айында мен курспен бірге дайындалдым. Яғни май айына дейін дайындалдым курспен бірге. Негізі мен өзім курспен дайындалғандықтан сол курс құрып берген расписание, жоспар бойынша жүрген болатынмын. Өзім ешқандай бір қиналып, жоспар құрып, бір ақпарат іздеп деген секілді өзім дайындалмағандықтан мен барлығын курсқа тапсырдым. Және курспен дайындалып, мен ЕНТ-дан 108 балл жинап, Евразия ұлттық университетіне грантқа түстім. Ал енді өзімнің дайындығыма келетін болсам, негізі мен дайындығымды көбінесе бейіндік пәндерге және де Қазақстан тарихына көп фокус қойдым. Мен математикадан көбірек нұсқа талдадым және әр тақырып бойынша, әр тақырыпты өткеннен кейін сол тақырыпқа 50-60 есеп шығардым. Яғни бізге үй жұмысына солай 50-60 есеп беретін. Сол арқылы біз барлығын автоматизация деңгейіне жеткізген болатынбыз. Күнде сол тақырып бойынша есеп шығару арқылы миымызда тез жатталып қалатын. 2024 жылғы түлекпін. Осы БМД курсынан математика пәнін оқыған болатынмын. Жақсылап өзімнің математикадағы базамды, фундаментімді қалыптастырдым. Бірақ мен ол курсты ерте алғанымен дұрыс оқи алған жоқпын. Өйткені
бір жағынан совет болсын 11 сыныптарға денсаулықты жақсы күту керек. Мен ол кезде волейбол сондайларға қатысып, өзім травма алып, иммунитетім түсіп, ауырып жатқан болатынмын. Сондықтан да қаңтар ұбт-ға менде дайындық мүлдем болмады десем де болады. Сөйтіп қаңтар ұбт-ға кіріп 78 балл алдым. Депрессияға түстім, жыладым, үйдегілер ұрысты. Сосын бұл маған наоборот мотивация болды. Жата берген жоқпын әрмен қарай. Содан кейін наурызға кірдім. Наурызда менде прогресс болды. Мен точно айтамын, ұмытып қалдым. Наурызда әйтеуір менде прогресс қосып бастадым. Сосын өзімнің результатын көріп қуандым. То, что регресс болмай, прогресске кеткен, бұл ең главный деп санаймын. Оқушыларға да айтатыным, басқа біреулермен салыстырмай, өзінің бұрынғы результатымен өз-өзіңді салыстыру керек. Басқалармен салыстырып керек жоқ, өйткені сенің қалай сабақ оқитыныңды тек өзің білесің. Сосын сөйтіп нағыз ұбт-ға кірдім. Нағыз ұбт-дан мен біріншісінен 91 алдым. Бірақ ол кезде жылау сондай болған жоқ. Ал екіншісінен 100 балл жинадым. Сосын әйтеуір тоже прогресс болғаныма қуанып шықтым. Қазір мен физикада, инуда, Астанада грантта оқимын, шүкір. Егер мен 11 сыныпқа қайтып оралатын болсам, мен қазіргі өміріме разымын, ештеңе өзгертпейтінен, бірақ та ағылшын тілін саналы түрде зерттеп бастайтын. 11 сыныпқа оралған кезімде мен ең бірінші ұйқы режимімді дұрыстайтын едім. Себебі мен керісінше кешкісін дайындалып, күндіз ұйықтауды таңдаған болатынмын. Негізінде ол өте қате болды, себебі бізге күндіз таңда оқыған білім пайдалырақ болады, ал түнімен оқып дайындалғанымыз біздің миымызға кірмейді екен. Соны түсіндім. Мен егерде 11 сыныпта қайтадан оқитын болсам, солай ұйқы режимімді дұрыстап, және де дисциплинаға көп көңіл бөлетін едім, себебі мен тек қана мотивациямен жүретін болдым. Мотивация бар кезде сабақ оқып, ал мотивациям өшіп қалған кезде сабағымды кішкене бәсеңдетіп алдым. Сол қателіктерді қайталамайтын едім. Негізі мен 11 сыныпқа оралсам, особо еш нәрсе өзгертпес едім. Бірақ та бір нәрсе бар, ол баланс ұстау. Сол моментте маған бұл нәрсені ешкім айтпаған. Себебі мен 11 сыныпта тек қана ұбт деп барлық ойымды, фокусымның барлығын сол ұбт-ға қойғанмын да. Ал жиі ата-анаммен, отбасыммен уақыт өткізу, жақын достарыммен уақыт өткізуді қатты баланста ұстамадым. Сондықтан да сендерге кеңесім, қазіргі 11 сыныптарға барлық нәрседе балансты бір жүйе ұстаңдар. Ол дұрыс ұйқы болсын, немесе уақыт достарыңмен, отбасыңмен уақыт өткізу болсын, ұбт-ға дайындық болсын, барлығын бірдей алып жүріңдер. Себебі уақыт ешқашан сендер қайтара алмайсыңдар. Сол себепті біздің қазіргі сүріп жатқан әрбір уақытымыз, әрбір сәтіміз ол бағалы. Сондықтан да әрбір уақытымызды бағалы өткізейік. Және ең бастысы ата-аналармен, отбастарыңмен жиі уақыт өткізіңдер. Себебі сендер қазір 11 сыныптасыңдар, одан кейін 4 жыл оқу оқып, ары қарай өздеріңнің өмірлеріңді қалайсыңдар. Сол себепті көбірек сол сәтті үйдегі жылылықты бағалаңдар дегім келеді. 11 сыныпта мен сол денсаулығыма қараймын. Өйткені денсаулығыма көңіл бөліп, дұрыс болмағандықтан, ауырғандықтан сабаққа көңіл бөле алмадым. Екі жақтай ойым шашырап, сабаққа дайындала алмай, ақыр аяғында қаңтардан аз жинап қалған болатынмын. Сосын 11 сыныпта бос жүрістер де көп болды, өтірік айтпаймын. Мысалы, 11 сынып болған соң винетка, выпускной, класстастармен соңғы жыл ғой деп шығып қалу, оның бәрі әрине жақсы, бірақ оның бәрі сол қалада қалады. Ал сен болашақта осы сабағынан все зависит. Қандай қалада оқитынын, қандай мамандықта оқитынын. Сол. Оқушыларға ең маңыздысы ол уақыт деп айтатын едім. Себебі уақыт сендердің ең маңызды құралдарының бірі. Уақытты тиімді пайдаланып, күніңді жоспарлап, сабаққа барлық зейініңді, фокусыңды өзіңнің таңдау пәндеріңе немесе қиналып жүрген пәндеріңе қой деп айтатын едім. Егер де мотивация жетпей жүрсе, кураторлармен ақылдасып, немесе ата-анамен бір уақыт сөйлесіп, өзіңнің болашағыңды ойлауың керек. Сол кезде сенде қайтадан сабақ оқуға деген үмітің, яғни желанияң ашылады.
қазір қиналып жүрген түлектерге жаңа айтып кеткенімдей, басқа біреумен өзінің результатын салыстырып, депрессияға түсудің керегі жоқ. Ол главный өз-өзімен салыстыруың керек. Если сенде регресс болып жатырса, четкий план құру керек. Четкий планмен жүрсең, дисциплина ғой. Дисциплина болса, сенде барлығы по плану әдемі болады. Сондықтан да, мысалы, сен қандай пәннен жақсысың, қандай пәннен жамансың, қайсысын көтеру керек, соны забить етіп жүре бермей, қолға алу керек. Ертең істеймін деп жүрмей. Бұл ең главный. Ал мотивация беретін болсам, барлығы жақсы болады. Главный сен өзіңге сеніп, сабақты да жақсап оқысан, сенің еңбегіңге өзі құдай берекетін береді. Жалпы ұбт ол қатты қиналатын нәрсе емес. Я білем, ол әрине ең өмірдегі маңызды сынақтардың бірі, бірақ та сендер ең бірінші өздеріңе сенетін болсаңдар, міндетті түрде өз мақсаттарыңа, армандарыңа жететін боласыңдар. Және де айтқым келетіні, сендер өздеріңнің армандарыңа сеніңдер, яғни біреудің айтқанымен, біреудің кеңесімен өз армандарыңнан, өз қалауларыңнан бас тартпаңдар. Және өздеріңе сеніңдер, түптің түбінде қалатын өздеріңде тек сендерсіңдер. Сондықтан да өздеріңе сенсеңдер, барлығы керемет болады. Және де күнделікті әрекет жасаңдар. Әрекет жасау арқылы сендер алмайтын асу, шықпайтын шың және жетпейтін жетістік жоқ. Мен сендерге сенемін.